Қадірлі жерлестер, бүгінгі қарастырылған тақырып комиссия ұсынған өзгерістердің ауқымы мен мазмұнын ескере отырып, қазіргі заман талабына, қоғамның қажеттіліктеріне және мемлекеттің стратегиялық даму мақсаттарына сай келетін Қазақстан Республикасы Конституциясының жаңа редакциясын қабылдау орынды әрі негізді деп есептейміз. Бұл жаңаша жазылған мәтін әрқайсымыздың көңілімізге, көкейімізге жол тауып жатыр деп ойлаймын. Себебі бұл жерде айтылған құндылықтар енді бұрынғы конституциямызда жоқ болатын. Өте маңызды бір жауапты кезеңде тұрмыз. Мемлекет басшысының жарлығымен конституциялық комиссия құрамы бекітіліп, оның құрамына шамамен 130 адам кірген болатын. Олардың қатарында ұлттық құрылтай мүшелері, танымал конституциялық құқық мамандары, бизнес және корпоративті сектор өкілдері, қоғамдық ұйымдар, депутаттар, қоғамдық кеңестердің өкілдері кірген екен. Бұл өздеріңіз көріп отырғандай өте салмақты комиссия құрамы бекітілді. Енді онда гендерлік тепе-теңдік, жастардың қатысуы, мүгедектігі бар азаматтардың қатысуы, сонымен қатар өңірлердің де қатысуы толығымен қамтамасыз етіліп отыр. Күні кеше Астана қаласында өткен волонтерлар форумда мемлекет басшысы жәнегі жаңа заң қабылданатындығын атап өткен болатын. Бұл енді жастарға деген жастардың аудиториясының алғашқылардың бірі болып естілуі, өйткені осы жаңа конституцияның маңызы мен мәнін жастарға тереңнен түсіндіреді. Жәнегі осы жаңа конституцияның енгізілетін өзгерістердің барлығы жәнегі әлеуметтік желілерде, сонымен қатар тікелей эфирларда барлық платформалар арқылы жеткізілуі, ашық түрде өткізілуі, бұл бұған біздің жәнегі жастарымызда өте белсенді қатысуда, әсіресе жәнегі Facebook, Threads жәнегі әлеуметтік желілерде біздің жастарымыз белсенді қатысуда.